Қазақ жетімі мен жесірін жылатпаған. Нысап пен нығметті, күпір мен кәуірді, обал мен сауапты жетік білген. Және оны әр ұрпағының санасына сіңірген текті халық. Алла ризалығы үшін жасалған әрбір іс пен берілген затқа садаққа дейміз. Берілетін садақаның үлкен кішісі болмайды. Не берілсе де ықылас пен Алла разылығы үшін берілуі қажет. Оң қолың бергенді сол қолың көрмесін хадисіне сәйкес, берілген садақа мен жасалған жақсылықты жасырын жасау ең абзал амалдың бірі. Алла берген нығметті Алла жолында жұмсау сауапты амал екені айтылады. Шексіз нығмет иесі болған Алла мақлұқаттың табиғатында өзгеге жәрдем ету, барын бөліп беру сезімін жаратқан. Жасалатын жақсылық істің садаққа болуы үшін діни тұрғыдан үш ерекшелікке ие болуы керек. Ең алдымен мұқтаж жанға беру, екінші Алла разылығы үшін берілуі, үшіншісі берілген садаққа өз мүлкінен адал табысынан болуы тиіс. Жалпы садаққа берудің 10 пайдасы бар. Осы дүниедегі 5 пайдасы: ең бірінші, мал дүниені тазартады, екінші, күнәларды өшіреді, үшінші, ауру мен апаттан сақтайды, төртінші, мұқтаж жанды қуантады, бесіншісі, ризықты арттырып, табысқа берекесін береді. Садақаның ақыреттегі 5 пайдасы: ең алдымен қияметтің үрейінен сақтап, көлеңке болады, екінші, тозақтан құтқарады, үшінші, таразыда сауабы басым болады, төртінші, сырат көпірінен өтуі оңай болмақ, бесіншіден, дүниесінің есебін беруге жеңіл болмақ. Садақаның 8 түрлі шарты бар. Ең алдымен садақа адал малдан берілуі тиіс. Мал дүние аз болса да беру керек. Уақыт өтіп кетеді деп беру асығу, сараңдықты кетіру мақсатында садақаны малдың жақсырағынан беру, риядан қорқып, оны жасырын беру, сауабын жоғалтудан қорқып, міндет етпеу, тек Алла разылығы үшін сауап алу ниетімен беру. Байлықтан бердім, мұқтаждық алды деген ниеттен аулақ болу. Керісінше, беруге сіз мұқтажсыз. Зекет сөзі көбею, өсу, тазару мағыналарына саяды. Зекет берушінің мал дүниесі тазаланады, берекеленеді. Ислам дінінде балиғатқа толған, ақыл-есі дұрыс мұсылманға жылына 1 мәрте мал мүлкінен зекет беру парыз. Садаққа бергендер, күпірлік ойлаудан сақтаныңыз. Күпірлік ету, берген көмегі не садақасына Тәңір, яғни Аллах тағала сөзсіз разы болады, сауап жазады деп астамшылық сезімге берілу. Сол үшін кез келген ізгі істі істегенде міндетсіну, оны мақтан үшін пайдалану күпіршілікке әкеледі. Сол үшін атам қазақ әр кезде істеген ісі үшін Алла күпірлікке жазбасын деп сақтанып отырған. Жақсылық жасадыңыз ба, оны ұмытыңыз. Садақа берген сәтте өзгелер үшін пайдасы болған амал ретінде көрінгенімен, негізінде берген адам үшін пайдасы мен сауабы мол. Садақа адамға мейірімділікті, нәпсіні тәрбиелеуді үйретеді, әрі мал дүние мен жүректі тазалайды. Ал ақиретте сауапты амал жасау мүмкін болмаған сәтте берген садақасының сауабы жұмаққа жетелейтін болады. Пенде дүниеден озғанда мал дүниесі жайында қиындыққа тап болып, жиған терген дүниесі артында қалғанымен, сол үшін есепке тартылатын болады. Ал дүниесінен садаққа берсе, есебін беру жеңіл болмақ.